Қайырлы күн, менің есімім Ахмет Саят, мен интернет-маркетологпын. Жалпылама айтқанда бизнесмендердің бизнесін интернетке шығарып клиент тауып беруші маркетологпын. Достар, сіздерге айтарым, СП төледіңіздер, бірақ әлі де түспеген болса, немесе сіз екінші, үшінші, төртінші, немесе бесінші шарттарда сіз отказ алып СП төлемедіңіз десе, сәл ғана күте тұрыңыз. Себебі базада адам саны тола, сондықтан да азынауық қана адам сіздерге бірінші шақтан екінші шаққа, екінші шақтан үшінші шаққа, даже сіздің төлеген СП-ңізді төледі деп мемлекетке беруге үлгермейді. Сондықтан да сабырлықпен күте тұрыңыз. Егер сіз өзіңіз айлық алмайтын болсаңыз, сосын сіздің бизнесін дәл қазір уақытта жүріп тұрған жоқ болса, сосын сіз ең туған балдарға, нәрестелерге пособие төлейді, ол пособияны алмайтын болсаңыз, онда сіз СП төлеп жіберген болсаңыз, сізге отказ келетін болса, жай ғана күту ғана қажет. Менің өзім 5 күнде күттім. Мен 5-ші шаққа келгенде маған СП төлемегесін деп отказ берді. Сондықтан да мен сол кезде 5 күн күттім, 5 күннен кейін барып, маған 42.5 теңге түсті. Сол кезде ойым менің база толып тұр. Сондықтан да менің қатарым, әрбір адамда қатар болады, мысалы, қай жерге бармаған, Магнумға барсаң да қатарға тұрасың. Сол сияқты сіздің тіркелген СП төлеген қатарыңыз әлі де сіздің уақытыңыз келмеген. Сондықтан да уақыт келу үшін алдыңғы адамдарға, сізден алдыңғы тіркелген адамдарға 42.5 теңге береді. Сосын барып сізге келеді кезек. Сізге кезек келгеннен кейін барып сізге СП төленіпті деп бір 4-5 күннен кейін, или болмаса 3 күннен кейін сізге СП төленіпті деп сообщение келмейді. Сіз 42.5 теңге.еңбек.kz сайтынан көре аласыздар. Сондықтан тек қана айтарым, сабыр тұрбы сабақтан. Сабырлықпен күтіңіздер. Жарайды ма? Егер осы СП төлеп әлі де аламай жүрген адамдар сіздің туысқандарыңызда да бар. Сондықтан да мына жақта төменде поделиться батырмасын басып, өз туысқандарыңызға осы видеоны таратыңыздар. Бекерден бекер нерв немесе бекерден бекер ашуланбасын. Жарайды ма? Дәл қазір таратыңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 42.5 теңге жайлы тағы да шұғыл ақпараттар табатын болсам, алатын болсам, білетін болсам, осы YouTube каналға бөлісетін боламын. Сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.